бастаймыз, иә? Алдымен сабағымызды бастамас бұрын орнымыздан барлығымыз тұрып психологиялық қорытайық. Қанатымды жасамын, жоғары төмен қағамын, биік көкке айналып, жұлдыздай жылдам ағамын. Жақсы балалар, сабағымызды бастамас бұрын алдымен біз бүгінгі тақырыбымызды ашып аламыз, иә? Ол үшін гүл арқылы біз тақырыбымызды ашатын боламыз. Бәріміз экранға қараймыз. Экранда бізге бірнеше сұрақтар берілген. Сол сұрақтарға жауап береміз, иә? Бәріміз. Алдымен бірінші гүлді ашайық. Зат есім дегеніміз не, балалар? Иә, олар қандай сұрақтарға жауап береді? Дұрыс екен, себебі біздің гүліміз төменге қарай түсті. Келесі, жоғары сөзіне қарама қарсы сөздер? Иә, жоғары төмен, дұрыс айтасың. Алып кеттік. Бұл да дұрыс екен. Сын есім дегеніміз не? Иә, біз алдыңғы сабақта өттік қой. Иә, заттың несін білдіреді? Сынын білдіреді, дұрыс айтасың. Жоқ, сондай сұраққа жауап бере ме не? Қандай сұраққа жауап бересің? Иә, қай деген сұраққа жауап береді, иә? Жақсы, ал кетті. Етістік дегеніміз не? Иә, біз іс-қимылды, іс-әрекетті білдіреді. Иә, дұрыс айтасың. Дұрыс айтасың. Қайтты. Жақсы, дұрыс екен. Енді Айсұлу керемет билет дейді. Сөздерге сұрақ қою керек. Иә, кім? Айсұлу керемет не істеді? Биледі. Дұрыс айтасың. Ең дұрыс екен қарай. Өте жақсы. Дұрыс екен. Барлығымыз жерге күліміз түсті ма? Иә. Ендеше бүгінгі біздің тақырыбымыз заттың сынын білдіретін сөздер тігінші құс. Яғни 1, 2, 5, 1 мұғалімнің қолдауымен мәтіннің сюжетті суретті мазмұн бойынша сұрақ қою, сұрақтарға жауап беру. 1, 3, 5, 1 мұғалімнің қолдауымен сөз, сөйлем, мәтінді тексеру, қатені түзету болады. Түсінікті ме балалар? Иә. Осындай стикерлер арқылы бағалайтын боламын. Егер сабақта жақсы белсенді қатыссаңдар, балалар, мен сіздерге осындай стикерді берем, және сабақтың соңында осы стикерді санаймыз. Кімде қанша ұпай болады, сол бойынша мен сіздерді бағалайтын боламын. Жақсы ма? Иә. Бәріміз тақтаға қарайық. Балалар, бүгін ауа райы қандай? Салқын. Иә, салқын. Сендер кеше бүгінгі ауа райы туралы біле алдыңдар ма? Иә. Оны қайдан естідіңдер, балалар? Далаға шығып, күн салқын ба, әлде жылы ма, соны білдік, иә? Иә, білдік. Ауа райына байланысты қалай киіндіңдер, балалар? Күн салқын ба? Иә, қалың жылы болмас үшін, да? Иә, дұрыс айтады. Иә, киімдерде тігінші. Иә, бізге дайындап, дайындап береді. Балалар, мен сіздерге бір өлең дайындап алып келдім. Соны мұқият тыңдайықшы. Әзір аз жоқ дүниеде деген тақырыпта. Яғни қазір ешқандай дайын нәрсе болмайды. Барлығына жету керекпіз, да? Қалай болғанда. Оны бірге тыңдайық. Сабақ өзі оқылмайды, көйлек өзі тоқылмайды, тұқым өзі себілмейді, үйлер өзі салынбайды, кендер өзі табылмайды. Барлық істің батыры біз, екі қолмен ақылымыз деген балалар. Иә, тыңдайшы балалар, мен сіздерге сұрақ қояйын. Сабақты кім оқиды, балалар? Оқушылар. Оқушылар әзірлейді. Аспазшылар. Көйлекті кім тоқиды? Тігінші. Үйлерді кім салады, балалар? Құрылысшы салады. Кітапты кім жазады? Балалар, ендеше тыңдайшы, тек адамдар ғана емес, құстар да,
құрылысшы, тігінші екен дейді. Құстар тігінші. Тігінші құс туралы естігендер бар ма балалар? Иә, оны қойыңыздар. Иә, біз кітаптан оқыдық. Иә, дұрыс айтасыз. Ендеше балалар, осы тігінші құс туралы біз бүгін мәтін өтетін боламыз. Сол мәтінді біз сіздерге бейне ролик арқылы тамашалайтын боласыңдар, еститін боласыңдар, да? Тігінші құс. Құйрығы ұзын кішкентай құстың ұясы қолы ерекше. Ол екі үлкен жапырақты беттестіріп, жегін тігіп шығады. Оның ішіне мамық төсейді. Жапырақты тігу үшін жіпті пайдаланады. Жіпті мақтадан немесе өсімдік мамығынан иіреді. Осылайша ұя дайын болады. Тігінші құс Үндістанда мекендейді. Жақсы балалар, түсіндік қой да, бейне жазбамызды да. Ары қарай енді осы бойынша тапсырмалар орындаймыз. Балалар, ана біз бейне жазбадан тігінші құс туралы оқыған болатынбыз да, тыңдаған болатынбыз да. Енді мен сіздерге оқып берейін қайтадан. Құйрығы ұзын кішкентай құстың ұя салуы ерекше. Ол екі үлкен жапырақты беттестіріп, жиегін тігіп шығады. Оның ішіне мамық төсейді. Жапырақты тігу үшін жіпті пайдаланады, міне балалар, тігіп атқан құс. Жіпті мақтадан немесе өсімдік мамығынан иіреді. Осылайша ұя дайын болады. Тігінші құс Үндістанда мекендейді дейді. Иә? Біз жаңа дейтін, тігінші құстың дейтін қалай сурет бана үй салып атқанын, тоқып атқанын көрдік қой да? Көрдік. Сол бізге міне мынау тігінші құс екен. Ол Үндістанда мекендейді екен. Енді балалар, менің айтқаным түсінікті ғой. Енді сіздер жеке-жеке әрбір оқушыға оқытам. Тізбектеп оқимыз, яғни күнделікті тізбекте мен қазір кім тоқта деп, сол ары қарай жалғастыратын болады, ма? Так, бастайшы, Бақытбек, сен басташы бірінші. Құйрығы ұзын кішкентай құстың ұя салуы ерекше. Ол екі үлкен жапырақты беттестіріп, жиегін тігіп шығады. Болды, Даяна жалғастыра ғой. Оның ішіне мамық төсейді. Жапырақты тігу үшін жіпті пайдаланады. Жіпті мақтадан Жақсы, келесі. өсімдік Шығады осында. мамығының иіреді. Осылайша ұя дайын болды. Тігінші құс Үндістанда мекендейді. Жақсы, бағанадан Лаура, сен оқи қойшы. Құйрығын ұзын кішкентай құстың ұя салуы ерекше. Ол екі үлкен жапырақты беттестіріп, жиегін тігіп шығады. Оның ішіне мамық төсейді. Жапырақты тігу үшін жіпті пайдаланады. Айдын жалғастыра ғой. Иіреді. Осылайша ұя дайын болады. Тігінші құс Үндістанда мекендейді. Жарайсыздар, өте жақсы. Енді осы бойынша кім өзінің түсінгенін айтып шығады? Кім айтады? Алина айтып берсінші, орнынан тұрып, Алина айтады. Орнынан тұрып. Иә? Тігінші құс ұясын салушы жапырақ, жіп, мақталарды пайдаланады. Ұясын Не істейді? салушы Беттестіреді, иә? беттестіріп, мамық төсейді ішіне. Сөйтіп, ұя дайын болады. Тігінші құс қайда мекендейді? Үндістанда. Өте жақсы. Дұрыс па Алинұрдың айтқаны бар? Иә. Өте жақсы. Жарайсыңдар, молодец. Қарай осы мәтін бойынша сіздерге сұрақ қоятын боламын, иә? Сол сұрақтарға жауап бересіңдер. Егер жақсы сұрақтарға жауап беретін болсаңдар, менің стикерлерімді алып, өздеріңе ұпай не істейсіңдер? Жинайсыңдар. Жақсы. Бірінші сұрақ біздерге бүйтеді. Бәріміз тыңдаймыз. Құс жапырақты қалай тігеді дейді? Құс жапырақты қалай тігеді, балалар? Иә, беттестіріп, не істейді? Жиегін тігіп шығады. Дұрыс айтасың. Ұя тігу үшін нені пайдаланады, балалар? Мақтан пайдаланады, жақсы. Бұл құсты неліктен тігінші деп айтады? Үндістанда өте жақсы. Бүгін сабаққа жақсы белсене қатысып отырған Натоқтан деген Аймираға беремін. Себебі кішкене әлі қозғалу керек бірінші топ деген. Екінші топтан Даянаға беремін.
Насылға беремін. Так, үшінші топтан Алинаға беремін, Лаураға беремін, так, Айдынға беремін, так, Асияға беремін. Иә, Асияға. Жақсы балалар. Жақсы. Ендеше балалар барлығымыз дәптерімізді ашамыз. Бүгінгі 82-ші сабақты бастап жазатын боламыз, иә? Әдемі, көркем жазумен жазамыз. Енді бізде келесі екінші жаттығу тақтамен жұмыс болады. Яғни берілген мәтінді, яғни орын ауыстырып берілген сөйлемдерден мәтін құрап жаз дейді. Яғни сөйлемдер, бізде неше сөйлем бар? Мына жерде қараңдаршы. 3 сөйлем бар. Дұрыс айтасың, 3 сөйлем бар. Осы 3 сөйлемнің не істеген орындарын ауыстырып жіберген. Назгүл дейді. Үшіншісі, анам бізді ісмерлікке баулып келеді. 3 сөйлем берген, үшеуінің орны бізде ауысып кеткен. Соны енді орындарына қойайықшы. Бірінші қай сөйлемде ойлайсыздар? Иә? Ол бізде неше сөйлем? Бірінші. Енді екінші сөйлем қайсысы? Ол өте өнерлі адам. Ол неше сөйлем? Екінші сөйлем. Соңғы сөйлем бізде? Енді осы жерде қандай сөзіне жауап беретін сөз қайсы? Ол өте өнерлі адам дейді. Дұрыс айтасың. Өнерлі адам. Өнерлі адам. Дәптерімізді ашып, тапсырмамызды жазамыз. Тақтаға жазайықшы. Кім жазады тақтаға балалар? Менің анамның аты Назгүл дейді. Қалғандарымыз бастап орнына жазамыз. Екінші жаттығу деп балалар дәптерден жазып тұр ғой. Қалғанымыз. Бірінші сөйлем қалай болды, Расул? Дұрыс, мен мына жерде жазамын. Менің анамның аты Назгүл. Үлкен әріппен. Сөйлемімізде қандай сөйлем? Ол өте өнерлі адам. Өте өнерлі адам, өте жақсы жазамыз. Әдемі бас әріппен. Сосын дұрыс асылхан жазамыз. Ісмерлікке баулып келеді. Анам, мен айтып тұрайын. Анам, жаза ғой. Мен айтып тұрайын, сен үлкен әріппен. Анам. Қайтып
тапсырма. Міне, бірінші топ, міне, суреттеме сөздерді сәйкестендіресіңдер бір-біріне. Бірінші топ сіздер қызылдағы, екінші топ дәл сондай суреттеме сөздерді сіздер де сәйкестендіресіз, сары топ. Үшінші топ заттың сынын білдіретін сөздерді бояйсыңдар. Балалар, келесі бізде тапсырма платформа арқылы өтеді, яғни Word платформасы арқылы сіздерге ойын орындары ауса, сол әріптердің орындарына қою арқылы сіздер не шығарасыңдар? Ол бізде сын есімге қатысты сөздер бар. Бастап ойнаймыз ба? Ал бастап ойнайық. Бүгінгі сабағын түсінгенімізді білу үшін кері байланыс жасаймыз. Ол үшін бүгін біз тігінші қыз туралы өттік қой, тігіншілік туралы өттік та, сол бойынша тігінге қатысты ине жіп әдісі арқылы алған болатынмын. Яғни қызыл, сары, көк ине жіптерді арқылы алған болатынмын. Егер жақсы түсінсеңіздер, мына керемет деген сөзді басасыңдар, сұрағым бар десеңіздер сөзді басасыңдар, жақсы десе сөзді басасыңдар.